Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен жусай қосылған чебуректер жасайтын боламын. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Чебуректерді жасау үшін ең алдымен ұнымыздың үстіне тұз және сұйық май құйып, одан кейін ыстық су құямыз. Міндетті түрде ыстық қайнаған су болуы керек, қыздар. Одан кейін жақсылап араластырып, қамырымызды илеп шығамыз. Қамырымызды жарты сағат тындырып алатын боламыз. Біздің қамырымыз тынғанша чебуректердің салмасын дайындаймыз. Мен осылай жусай және жұмыртқа қосқан түрін ұнатамын. Міне осы 3 жұмыртқаның үстіне тұз және сүт қосып, жақсылап араластырып, табамызға құйып, қуырып аламыз. Сіздер картоп қоссаңыздар, болмаса фарш қоссаңыздар да болады. Салмасы маңызды емес. Енді осы жұмыртқамызды жусайымыздың үстіне қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Не? Есіп, жақсылап араластырамыз осыны. Міне біздің салмамыз дайын. Енді тынған қамырымызды ашып, осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Чебуректердің қамырын дайындаймыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, дөңгелетіп, біркелкі форма дайындап аламыз. Міне осылай дайындап алдым. Енді осы дайын қамырымызды осылай жұқа етіп жаямыз, қыздар. Енді салмамызды салып, бір бөлігіне ауасын шығарып отырып, осылай вилканың көмегімен мен осы жақтауларын осылай жауып шыққан болатынмын. Міне, менің чебуректерім дайын. Енді осы дайын болған чебуректерді қызып тұрған майға жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Үй жағдайында сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болары сөзсіз. Міне біздің чебуректеріміз дайын. Үй жағдайында сіздер де жасап көріңіздер, қыздар. Өте дәмді болады. Видеомды соңына дейін көргеніңіз үшін үлкен рахмет.